Сабағымыз басталды. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Балалар, сіздерді ортаға шақырамыз. Қазір біз сіздермен психологиялық ахуал туғызу үшін бір-бірімізге жақсы көретін сүйікті жемістеріміз жайлы айтамыз. Қанеке? Мен алам себебі мен тәттім. Мен жүзімнің себебі тәттім. Ой, тәттім. Мен қызыл алам, өйткені оның құрамында темір бар. Мен мандариным, өйткені ол пандемияда өте пайдалы. Мен апельсинмін, өйткені мен ақылдымын. Мен анармын, өйткені мен адам ағзасына өте пайдалымын. Мен қазым, өйткені ол жұмсақ. Мен алмаспын, себебі ол пайдалы. Мен олысын, өйткені тазияның ең тәттім. Мен қауын, өйткені мен қызғылсамын. Мен бала сөймен тәттім, және түсі жарық. Мен жасыл алмадым, себебі мен пайдалымын. Мен жүзімін, өйткені мен әдемімін және тәттім. Мен лимонмын, өйткені ауруға шипам. Мен анармын, өйткені өте көп кальций. Мен қауынмын, өйткені тәттімін және жұмсақпын. Мен көкнәрім, өйткені мен сізді секілдімін. Мен көкнәрім қызыл әрі тәтті. Жақсы, керемет, рахмет балалар. Ал балалар, енді маған осындай сұраққа жауап беріңіздер. Сіздер отбасылық групптар дегенді қалай түсінесіздер? Қанеке, кім айтады? Отбасылық ғұрыптар дегеніміз отбасының өзінің тәртібі, өзінің салт дәстүрлерінің бірі. Яғни әр отбасыда өзінің ғұрыбы болады, өзінің салт дәстүрлері болады. Жақсы, керемет, рахмет, келісеміз балалар. Енді кім айтады? Бізде екінші сұрақ осындай. Шілдехана, бесік той деген мерекелерді сіздер білесіздер ме және қалай түсінесіздер? Кім айтады? Кәусар. Шілдехана дегеніміз жаңадан бала туылған кезде жасалатын кіші мереке. Ал бесік жыры ол кішкентай балаға арналған мереке. Жақсы. Келісесіздер ме? Тағы да қосатындарыңыз бар ма? Мен қосаламын. Алина? Бесік жыры дегеніміз ол жаңадан туылған баланы сөзге жатқызып, иманды болсын деп, тәрбиелі болсын деп баланы бесікке жатқызады. Керемет, рахмет, дұрыс айтасың. Бірден болсын. Жақсы, керемет балалар. Қандай суретті көрдіңіздер? Нені білдіреді екен? Қанеке, кім айтады? Алина? Тұсау кесу болып жатыр. Келсеңіз бе балалар? Дұрыс айтасың. Ендеше отыра алайын. Дұрыс айтасың. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз тұсау кесу деп аталады. Енді қазір барлықтарыңызға мен сіздер топ-топ отырыстың бірінші топ өзге бесік жыры деп аталады, екінші топтың аты қандай? Шілдехана, үшінші топтың аты тұсау кесу деп аталады. Енді әр топқа мен қазір жеке тапсырмалар беремін. Және де біз тапсырмаларды орындауымызда әрине бір-бірімізді не істейміз? Бағалаймыз. Ең соңында сабақтың соңында сіздерге жауаптар бізге шығады. Енді қазір әр топқа тапсырма. Бірінші топ сіздер бесік жыры тобы. Мынадай тапсырма алыңыздар. Тұсау кесу жыры қай мерекеде айтылады және ол қандай жыр екен? Соны дайындаңыздар. Жақсы ма? Екінші топ сіздерге мынадай тапсырма. Бұл бізде шілдехана тобы, иә? Сіздерге тұсау кесу тойында тұсауды кімге кестіретіні туралы сол бойынша пікірлеріңізді дайындайсыздар. Жақсы ма? Ал үшінші топ тұсау кесу тобы деп аталады. Бүгін біздің тақырыппен арнап сіздерге тұсауды немен кескен дұрыс деп Ал жақсы балалар, мына тапсырмаға сіздер дайындалып болдыңыздар. Қанеке әр топтан кім сөйлейді екен? Бесік жыры тобынан бізде кім сөйлейді? Аружан бастайды. Жақсы айтады.
тұсаукесер жыры сәби 1 жасқа толған кезде, ел жүріп келе жатқан кезде орындалатын жыр. Ол жыр осындай жыр. Тұсаукесерге баланың қолынан ұстап жүгіртеді. Шашын шашады, сол кезде тұсаукесер жыры айтылады. Қаз-қаз балам, қаз балам, қадамыңды бассаң мәз болар деген жыр айтылады. Керемет, жақсы. Қанеки балалар. Ал енді бізде шілдехана тобы қандай өзінің мысалы топтың ішінде ақылдасып, қандай пікірлерін айтады екен? Ортаға салдық. Қанеки? Тұсауды кестіретін адам, ол мысалы есімі болған адам, немесе атақты жұлдыз адамдар кестіреді. Кескен адам кескен балаға. Ал балалар, енді сіздерге жаңа мен тапсырма берген болатын топта, қазір қалай орындадыңыздар, қалай ақылдастыңыздар, соны ортаға бізге қазір естестік пікірлеріңізді айтасыздар. Ал бірінші топ бесік жырынан кім сөйлейді екен? Так, жақсы. Аршын бастайық. Тұсаукесер жыры сәби 1 жасқа келген кезде орындалатын жыр. Ол ең алғашында жүріп келе жатқан кезде оның қолынан ата-аналарын жетектеп, сол жырды қосып жүргізеді. Керемет. Тұсаукесердің алдын баланың қолынан ұстап жүгіртеді. Сол шашып жатырғанда тұсаукесер жыры айтылады. Қаз-қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам, таң-таң баса ғой деген жыр айтылады. Керемет, жақсы. Рахмет балалар. Жақсы дайындалыпсыздар. Енді бізге шілдехана тобы қандай пікірлерін айтады екен ортаға? Тұсауды кестіретін адам, баланың есімін қойған адам, немесе жұлдыз, атақты адам кеседі. Жалғастыратын өзіңізді. Кескен адам кескен балаға мен сияқты атақты болсын деген арманмен кеседі. Керемет, рахмет балалар. Бұл топтар енді үшінші тұсаукесер тобы. Сіздер қандай жауап дайындадыңыздар? Кәнеки, Әлібек бастайды. Менің ойымша тұсауды қайшымен кесу керек, өйткені ол пышаққа қарағанда қауіпсіздірек. Жақсы. Так, ал Ақжарқын. Тұсаукесер сәбидің тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалған ғұрып. Жақсы, керемет. Өте жақсы. Ал енді барлығымыздың жауаптарыңыз менің тура көңілімнен өте қатты шықты. Өйткені сіздер кәдімгідей топпен ақылдасып, жақсы жауаптарыңызды дайындадыңыздар. Енді қазір сіздер тақтаға назар аударыңыздар. Сіздердің жаңағы айтылғанына қоса тағыдан мына жерде мәліметке назар аударыңыздар. Қазақ халқының өмір салтына көріп беретін дәстүр ол тұсау кесу. Жаңа сіздер де айтқан болатынсыздар. Бала жүре бастаған кезде кішігірім той жасап тұсау кесіледі. Сонда тойға келгенде тұсау кесер тойына сыйлықтармен, шашулармен келеді. Және де дастархан жайылып, көрші қолаңдар әйелдер, қыз-келіншектер барлығы жиналады. Дастархан басында отырып, мәз-мейрам болып тойлайды. Тұсау кесетін баланың аяғына байлайтын жерді тұсау кесер әйел дайындап алып келеді. Көпшіліктің алдында даярлаған сыйлықтарын беріп, ортаға осы қойған баланың аяғына байлаған жігін кесіп жібереді. Жігді қара жігін кесіп, еркін байлауға жететіндей етіп дайындайды. Яғни қысқа емес, босталдық сондай зыңырақ жігді қолданады. Ақ қарадан есіп жасалған жіп, біреудің ала жігін аттамасын деген жақсы ниетті білдіреді. Сонда тұсау кесетін әйелді баланың әке-шешесі өздері таңдайды. Беделді, іске ақшам, жасы үлкен, балалы шағалы әйелге жүктейді. Ол әйел шамасына қарай балаға естиді, сыйлығын әкеледі. Жақсы. Сіздер жаңағы дайындап айтқан пікірлеріңіз барлығына осымен сәйкеске балалар. Не тағы да кей жерлерде баланың басынан аяғына дейін жаңа киімдер әкелген сыйлығын ел көрсін деп тұсауын кесіп, ортаға жібермей тұрып, не істейді? Кигізіп қояды. Сонда бұрынғы кездері ат пен ер тоқымды сыйлаған. Өлеңдер айтылып жиналғандар тілектерін не істеген? Тілеген. Тұсауын кескен әйелге әке-шешесі ризашылығын білдіре отырып, не істейді? Оған да сыйлығын арнаған еді. Сонда яғни кейіпін берген, кейбір жерлерде тұсауын кесетін балаға тұсау кесетін әйел аяқ киім немесе бастан аяқ киіммен бір тоғыз етіп
келеді. Шамасы келіп жатқанда, олар сол жастағы балаларға арналған үлкен ойыншық сыйлайды. Енді балалар, міне мына жерде сіздерге тұсаукесер ойынына арналған жырда келтірілген бұл қаз балам, қадам басам мәз балам, көрмеңді шешен, соңды кесейін деп, жаңағы міне мына топта бізге дұрыс тұсаукесер жырын айтқан еді. Жақсы балалар, керемет, сіздердің барлық айтқандарыңыз жаңа бәрі сайма-сай болды. Енді балалар, келесі тапсырмамыз біздің бұл қазір сіздердің алдарыңызда оқулықтар жатыр. Сол оқулықтың ішінде екінші тапсырма берілген. Енді бұл тапсырманы қалай орындайсыздар? Ең бірінші мәтінді оқып, сондағы негізгі және қосымша ақпараттарды елестен тауып алу керексіздер. Яғни топтың ішінде тезірек орындаймыз. Ақылдасыңыздар, мына мәтіннің ішінде қайсы негізі, қайсы қосымша мәтін, жұмыс жасаңыздар. Жақсы балалар, енді жаңағы тапсырманы орындадыңыздар деп ойлаймын. Қанеке, енді топтар негізгі және қосымша ақпараттар туралы тапсырманы бізге кім осы топтан бірін сөйлесін? Сәуле. Негізгі ақпарат. Тұсаукесер сәбиді қарсы кейін жер жүріп кетсек деген тілектен жашылардан ұрып. Ол үшін арнайы ала жүк дайындаладым. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап тез жүгіртеді, шашу шашады. Жақсы, так, келісемін. Сіздерде мынайы. Тұсаукесер сәбиді қарсы кейін тез жүгіріп кетсін деген тілектен жасалатын ғұрып. Ол үшін арнайы ала жүк дайындалады. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап тез жүгіртеді, шашу шашады. Так, керемет. Так, үшінші топ, шілдеған топ, сіздерде келісесіздер ме? Сіздерде де сондай ма? Демек дұрыс балалар, бұл негізгі ақпаратқа жататын сөйлемдер. Дұрыс таптыңыздар. Енді сіздерден мен қосымша ақпаратты естігім келеді. Қанеке кім оқиды сіздерге? Замбар оқиды. Бұл жерде қосымша ақпарат, тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап тез жүгіртеді, шашу шашады. Және тұсауымды кесейін деген өлеңде жатыр. Қосымша сіздер жырды да келтіресіздер. Жақсы, керемет. Ал қане балалар, барлығыңыз енді жаңа өзіңіздің жауаптарыңызға баға берейік. Қанеке, мына бесік жыры тобына, шілдехана тобы қанеке баға беріңіздер. Кім айтады? Не дейді? Айтады. Мен 10 балл беремін. Өйткені бұл негізгі ақпарат дұрыс болған еді. Жақсы, отыра ғой. Ал енді қосымша ақпаратты келтірген бізге шілдехана тобына қанеке тұсаукесер тобы баға берсін. Қанеке Ақжалқын? Мен оларға 10 балл қоямын, өйткені олардың айтқандары өте түсінікті және жақсы болды. Жақсы, рахмет. Енді осы тұсаукесер тобы, олар да сіздер сияқты негізгі ақпаратты келтірген еді. Оларға баға берсеңіздер. Тұсаукесер тобына біз 10 балл қоямыз, өйткені олардың айтқандары анық болды. Жақсы. Рахмет. Керемет балалар. Жақсы. Енді барлықтарымыз қазір келесі тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырмада сіздер жазбаша орындайсыздар, және де тақтада бізде орындалатын тапсырмалардың бірі. Қазір сіздерге ауызекі деген сөзі беріледі. Сол сөзді сіздер фонетикалық талдау жасайсыздар. Сол сөзбен. Қанеке, кім шығады тақтаға? Қанеке, кім шығады? Белсенді болайық. Қанеке, аружан шығады. Жаза ғой. Қалғандарымыз да тегі ойнайсыз. Қолда бөлінсе А, Ос, Е, К. Бізде 4 фон. Бірінші фон, ашық фон. Екінші фон, бітеу фон. Үшінші фон, ашық фон. Төртінші фон, ашық фон. Бізде 4 фон болғандықтан 4 дауысты бастайық. Жақсы. Егер де біз
буынды табақ істейтін болсақ, оны қандай дауысты дыбыстарға қарап, иә? А, Жақсы. Е және Ә. Енді не табамыз? Енді бізде дауыссыз, ол үш дауыссыз. Қандай? У, З, және Ц. Ол неліктен онда дауыссыз? Себебі оның алдында дауыстарымыз артық. Және де Және де кейінгі тұрған дыбыс қандай? дауысты. Ол да дауысты, иә? Демек бізде у дыбысы екі дауыстылардың ортасында тұрса, ол дауыссызға айналады, солай ба? Тасымал бізде ол біреу. Ауыз. Екі. Біреу тасымал. Біреу. Жақсы. Келсеңіз бе? Иә. Жоқ. Енді қандай? Тағы да? Ауыз екі кір бар, иә? Ауыз. Демек бізде екеу тасымал. Жақсы. Енді фонетикалық дыбыстарға. А дыбысталуы А. Жақтың тілдің қатысына қарай жуан. Бірінші сен дыбыстың А, қайсысы? дауысты. Жақтың қатысына қарай жуан. Дұрыс. Жақтың қатысына қарай ашық. Дұрыс олай. Ал ерінің қатысына қарай езулік. Келсеңіз бе? Иә, Езулік бізде ал. Дұрыс, иә? Жарайсың. У бізде дыбысталуы У. Дауыссыз. Дұрыс, жаңа айтқан болатынсыз. У дауыссыз болды. Және үнді. Келесі кім жалғастырады? Кім жалғастырады? Яғни Шыңғысхан келіп ол. З. Оның дыбысталуы З. Осы дыбыс ол дауыссыз. Дауыссыз және ұян. Дауыссыз. Және оның ішінде ұян. Дұрыс. Келесі бізде Е. Оның дыбысталуы Е. Ол дауысты тілдің жағына қарай жіңішке, тілдің қатысына қарай. Дұрыс айтасың. Жазамыз. Жақтың қатысына қарай ашық Дұрыс ба бұл? Иә. Жарайсың. және ерінің қатысына қарай езулік. Дұрыс. Келесі бізде К. К, оның дыбысталуы К. Ол дауыссыз және дауыссыздың ішінде қатар. Жақсы. Келесі бізде Ү. Оның дыбысталуы Ү. Ол дауысты тілдің қатысына қарай жіңішке. Дұрыс па? Жақсы. Жақтың қатысына қарай қыса. Келсеңіз бе? Иә. Дұрыс. Қыса. Және ерінің қатысына қарай езулік. Керемет. Содан кейін біз неше әріп және неше дыбыс екенін жазамыз. Жақсы. Дұрыс айтасың. Осы сөзде 7 әріп бар. 7 әріп және 7 дыбыс бар. Керемет, Шыңғысхан. Рахмет саған. Отыра орнына. Жақсы балалар. Енді бізде бір шығармашылық тапсырма бар. Қазір бүгінгі міне алған сабақта алған білімдеріңізді кішкене былай мына жерде көрсету үшін кейбір балаларды тұсау кесу рәсіміне арналған рөлдік ойынға еніп сомдауға шақырамын. Қайда кім қатысады бізде? Так, жақсы. Кәне, Аружан, келіп сен бізде тұсау кесуші адам боласың, жарайды? Так, анасы кім болады екен? Дұрай, келіп ана боласың. Бізде әке кім болады? Кәне, не деп келіп әке боласың. Және енді сәби қалды бізге, сәби керек. Бұл баладан алайық, кел Сәулет, келіп.
Жақсы. Енді рахмет, қалғандарыңыз қарайық, бақылайық. Енді қолда бар материалды қолданайық, не балалар? Мына жерде мынау сіздерге ақ жол болсын. Мына жерде ақ жол. Так. Жақсы. Так. Ал, теңдеуіне бар. Тұсаукесуші адам кім бізде? Аружан, так. Кім болады ол бізде? Роза Рымбаева. Роза Рымбаеваға кескіземіз, е? Жақсы. Қанеке қадағалай. Қанеке басқаңызды. Так, тұсауды қалай кеседі екен? Қалай? Так. Біз жіпті сонымен қалай байлайды екенбіз? 8 саны сияқты дұрыс айтасың. Так. Алдынан кесеміз, е? Алдынан кесеміз. Ал, Қанеке. Енді сәулет өскен кезде мен сияқты елге сыйлы азамат болсын. Жақсы. Қорытындысын шығаруға мына жерде бірнеше баланы шақырайын алдыма. Екі микрофон ұсынылады. Екі микрофон кім сөйлейді бізге? Бүгінгі алған тақырып бойынша қандай әсер алды және не түсінікті болды ма? Қанеке? Аружанға Каусар, Амина. Бір минуттың ішінде тез арада айтып шығу керексің. Қанеке кім бастайды? Тұсаукесер дегеніміз сәби қаз басып ен жүріп келе жатқан кезде тез жүріп келсін деген ниетпен тілекпен орындалатын әдет ғұрып. Тұсаукесерге арнайы ала жіп дайындалады. Ол үшін ақ пен қара жіпті бір-біріне алмастыра отырып жасайды. Оны үлкен әжелер ұзақ жасайды. Себебі ол кескен кезде қысқа болып қалмау үшін ала жіп жасайтын себебі біреудің ала жібін аттамасын деген. Баланың тұсаукесерінде баланың аяғы ала жібін кесуге үлкен бір әйел адамды немесе балалары көп иманды адамды шақырады. Рахмет, керемет, так. Менің ойымша тұсауды ақ жіппен кескен дұрыс деп ойлаймын, себебі ашық аспанды, ашық жолды береді. Және де бүгінгі сабақ тұсаукесер тақырыбында болды, өте қызықты, әсерлі болды. Жақсы, керемет. Жауаптарыңызға рахмет, өте ризамын. Енді барлығымыз қазір сіздер экранға назар аударыңыздар. Мына жерде сіздерге ең соңғы бағалау, жапондық бағалау әдісі берілген. Осы жапондық бағалау әдісі арқылы сіздер мен көргеніңіздей дұрыс келісемін деген кезде сіздер саусақтарыңызды былай көрсетесіздер. Егер де толықтырамын, басқа көзқарасым бар десеңіздер, онда екі саусақты көрсетесіздер. Және менің сұрағым бар, әлі де көптеген тұсаукесер жайында мәліметтерді білгім келеді деген болсаңыздар, онда бізді көрсетесіздер. Қанша балалар, енді өз-өзімізді бағалайық. Қандай баға береді екенсіздер? О, керемет! Барлықтарыңыз бірінші, дұрыс келісемін деген бағаны қойып шықтыңыздар өзіңіздеріңізге. Қанеке сол бойынша бір-екі ауыз сөз айтатын бар ма балам? Так, конечно, мысқан айтады. Маған осы сабақ қызықты болды. Себебі біз осы сабақта бар тапсырмаларды орындадық және тұсаукесер туралы есімізге түсірдік. Керемет, рахмет. Тағы да бар ма айтатын? Так, Руслан айтады. Маған бұл сабақ өте ұнады, өйткені біз бұл сабақта тұсаукесер туралы мәліметтерді алдық және тапсырмаларды орындадық. Жақсы, рахмет. Ал, Қанеке, осымен біздің балалар сабағымыз аяқталды. Алыңыздарыңыз.
Барлық түсінікті болды ғой? Жақсы. Ал енді үйге сіздерге тұсау кесу үшін жаттап келу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Sağ olun.